өмірде бір қаланың әкімі өзінің жұмысына кіріп келе жатса, есіктің алдында көнетоз киініп алған бір кісі тұр екен дейді. Әлгі кісінің қасына жақындап келіп, әкім, сен кімсің деп сұрақ қойыпты. Сол кезде әлгі адам, мен ешкім емеспін деп жауап береді ғой. Әлгі жауапқа тосырқап қалған, не дейсің деп әкім ашуланып қарай берген кезінде, ал өзің кімсің деп сұрақ қойыпты әлгі адам. Сол кезде әкім, мен қаланың әкімімін деген екен. Ал одан кейін кім боласың деп сұрақ қойған. Одан кейін мүмкін облыстық болармын. Ал одан кейін кім боларсың? Одан кейін патшаның уәзірі болармын. Ал одан кейін кім боласың? Одан кейін мүмкін патша болармын. Ал одан кейін кім боласың деген ғой. Сол кезде әкім, одан кейін білмеймін, ешкім болмаймын деп жауап беріпті. Сол кезде әлгі есіктің алдында тұрған мұсапыр айтқан екен дейді. Сен сатылап жеткен ешкіміңе мен бүгін жетіп тұрмын ғой деген екен. Ендеше өмірде дандайсыз өмір сүрудің ешқандай қажеті жоқ. Бәріміз Алланың құлымыз. Алланың алдында ешкім емеспіз ақиқатында. Сондықтан байлығыңмен, мансабыңмен, атағыңменен мақтану бәрі далбаса ағайын. Өмір өткенше бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін әкім шығарсың, бірақ күндердің күнінде ешкім боласың.